Логопедиялық сабақ. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде сөйлеуді дамыту сабағы. Тақырыбы менің ойыншықтарым. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын саусақ жаттығуын жасайық. Кәне, саусақтарымыз дайын ба? Доп жаттығуы. Добым домалап, ұстатпайсың домалап. Үстел үстін бүлдірдің, тәрелкені сындырдың. Балалар, мына суретке қараңдаршы, не көріп тұрсыңдар? Кәне атап жіберейік. Қуыршақ, көлік, доп, жалауша. Жарайсыңдар. Балалар, бұл заттар не үшін керек деп ойлайсыңдар? Дұрыс, балалар, бізге бұлар ойнау үшін керек заттар екен. Балалар, бұның барлығын біздер ойыншықтар деп атайды екенбіз. Енді балалар, осы ойыншықтарымыз әртүрлі болғандықтан біз ойыншықтарды түр-түсіне қарай сипаттап жіберейік. Бұл доп. Доп қандай? Дұрыс айтасыңдар, доп домалақ. Түсі қандай? Түсі ақ және қара екен. Жарайсыңдар балалар. Доппен біз не істейміз? Доппен біз ойнаймыз, лақтырамыз, допты аяқпен тебеміз. Балалар, бұл не? Дұрыс айтасыңдар, жалауша. Жалауша қандай? Жалаушаның түсі жасыл, қызыл, көк екен. Балалар, онымен біз қалай ойнаймыз? Дұрыс айтасыңдар, жалаушаны қолымызға алып, жоғары көтеріп, төмен түсіріп ойнауға болады екен, немесе былғауға да болады екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, мынау қандай ойыншық? Дұрыс айтасыңдар, қуыршақ. Қуыршақтың көйлегі қандай? Әдемі екен, иә балалар? Қуыршақтың шашы қандай? Дұрыс айтасыңдар, ұзын екен. Өте керемет балалар. Балалар, сендер шаршаған боларсыңдар. Бір сергіп алайық. Тербеледі ағаштар, алдымнан жел еседі. Кіп-кішкентай бұтақтар биік болып өседі. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді мен сендермен бір ойын ойнағым келіп тұр. Ойынның аты мына суретке не жетіспейді? Балалар, қазір алдымызға бір сурет шығады. Сол суретке не жетіспейтінін ата-анамызға айтамыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Үйшікке есік жетіспейді екен. Аюға қолы жетіспейді екен. Ал көлікке аяғы жетіспейді екен. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Балалар, сендерге сабақ ұнады ма? Жарайды онда. Сендер де үйде қарап отырмаңдар, сабақты қайталаңдар. Ойыншықтардың атын дұрыстап айтып үйреніңдер. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.